Синоптиктер Қазақстанда алдағы күндері күн қайда салқындайды деп болжап отыр. Түнде термометр бағаны 0-ге дейін төмендеуі мүмкін деп хабарлайды Қазгидромет. Синоптиктердің болжамынша Қазақстанға 4-6 мамырда қайта арктикалық салқын түседі. Яғни көктемнің жылы жайма шуақ күндерін сезініп үлгермеген еліміздің солтүстік және батыс өңірлерінің тұрғындары қайта арктикалық салқындықты сезінеді. Мұның себебі қысым өрістерінің жылдам өзгеруі. Метеорологтардың хабарлауынша солтүстік және оңтүстік циклондардың скандинавиялық антициклонмен алмасуы Қазақстан аумағына жауын-шашын мен контраст ауа райы әкеледі. Ал Баренц теңізінен суық ауа массаларының әсер етуі алдымен солтүстік-батыста, солтүстікте, сосын республика орталығында ауа температурасының төмендеуіне әкеледі. Түнгі уақытта ауа температурасы 0-ге дейін төмендеп, жаңбырдың соңы қарға ұласады деп күтілуде. Дегенмен оңтүстік аймақтарда мол жауын-шашын түсіп, найзағай ойнап, бұршақ жауатынына қарамастан көктемгі жылу сақталады деп болжанып отыр. Айта кетейік, бұған дейін синоптиктер мамыр айына арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын. Сондай-ақ олар биылғы жазда Қазақстанда қандай ауа райы қандай болатынын болжаған еді.